Бүгінгі дәрістің тақырыбы суландыру жүйесінің түрлері, оны қолдану шарттары. Суландырудағы негізгі мақсат мұнайды қабаттардан ығыстыру. Қабаттың табиғи өзіндік энергиясы сарқылған соң, қабат қысымын қолдау әдісі жүргізіледі. Бұл әрине қабатқа су айдау жүйесінің түрлі әдістерін қолдану. Мұнай кен орнына су айдау көмірсутек қабаттарын игерудің ең танымал процесі. Технология арқылы көмірсутекті өндірудің жоғарғы коэффициентін алуға болады. Негізінен нұсқа ішінен, сыртынан және нұсқадан су айдау түрлері бөлінеді. Бұл берілген сызбада толық келтіріліп отыр. Мұнай қабаттарын суландыру мұнай өндірісі дамуының басынан бастап қолданыла бастады. Суландыру бұл технологиялық үрдіс, оның негізгі түсінігі қабат қысымын қолдау мақсатында мұнайлылық қабатқа су айдау және мұнайды ұңғы түбі бағытына ығыстыру. Белгілі бір нүктелерде суландыруды жүзеге асыру үшін айдамалау ұңғымалары салынады. Олар арқылы алынған мұнайдың орнына су айдау жүргізіледі. Бұл қабатты қысымды ұстап, мұнай беруді 70%-ға дейін арттыруға мүмкіндік береді. Технологияның танымалдығы келесілерге негізделген: судың болуы және қол жетімділігі, инженерлік коммуникациялар құрылысының қарапайымдылығы және сұйықтықты айдау процесінің жеңілдігі. Шикізатпен қаныққан қабаттарға су ену қабілеті. Пайдалы қазбаны судан бөлу кезінде жеткілікті мұнай берушілік. Әдістеме екі критерий бойынша бірден жоғары өндіруді қамтамасыз етеді. Бірінші, тұрақты жоғары қабат қысымын қолдау. Екінші, мұнай қабаттарының қалыңдығына судың физикалық енуі. Технологияның бірнеше түрі бар. Олардың әрқайсысы қазбалармен реакцияға түспейтін әртүрлі сұйықтарды, суспензияларды және өзге де химиялық заттарды пайдалануды білдіреді. Бірақ барлық ұқсас әдістер үшінші технологиялар болып саналады. Мұнай кен орындарын суландыру жақын арада мұнай алудың жоғары потенциалды озық технологиясы болып қалатын тәсілі екенін түсіну керек. Ал осы әдістемені жақсарту тәсілдерін іздеу саланың негізгі міндеті. Кен орнының шартына байланысты суландырудың келесі түрлері бөлінеді: нұсқа сыртынан, нұсқадан, нұсқа ішілік. Нұсқа сыртынан суландыру кен орнының ауданы шағын өлшеммен ерекшеленгенде қолданылады. Ұңғылар мұнайлылық контурының сыртына орналастырылады. Нұсқалық суландыру тау жынысының төмен өткізгіштігінде қолдану орынды болады. Ұңғылар қатаң түрде мұнайлылық зонасына орналасады. Нұсқа ішілік суландыру бірнеше түрі бар. Бұл суландыруды кен орны үлкен ауданды болған жағдайда қолданады. Атауынан көріп тұрғандай, ұңғымалар мұнайлылық аймақ контурының ішінде белгілі бір тәртіппен орналастырылады. Мұндай тәсіл өндіру процесін айтарлықтай қарқындатуға мүмкіндік береді. Мұнай қабаттарын нұсқа сыртты суландырудан алынған нәтижелер мұнай кен орындарын игеруді одан әрі жетілдіруді қажет етеді және нұсқаушылық суландыруды әсіресе ірі кен орындарын жекелеген алаңдарда немесе блоктарға айдау ұңғымалары қатарлары мен қабаттарды кесе отырып бөлу пайдаланудың тиімділігіне әкеледі. Мұнай кеніштерін айдау ұңғымалары қатарлары мен жекелеген алаңдарға бөлу жүйесімен суландыру кең су мұнайлы зоналы платформалық типтіге ірі кен орындарда қолданылады. Бұл аймақтарды кеніштің негізгі бөлінген бөліп, дербес жүйе бойынша игереді. Бөгетті суландырудың мәні айдау ұңғымалары газ мұнай байланысы аймағында орналасады. Судың айдалуын және газ бен мұнайды өндіруде мұнайдың кен орнының газ бөлігіне, ал газдың мұнай бөлігіне өзара ағындарын болдырмайтындай етіп реттейді. Көлемі бойынша орташа және шағын кен орындарында оларды айдау ұңғымаларының қатарлары мен блоктарға көлденең құю, блокты суландыру қолданылады. Игерілетін қабаттарды блокта, жолақта айдау ұңғымаларының қатарымен кесуді қолдану ең тиімді болып табылғаны анықталды. Осылайша қатарлы жүйелердің қазіргі замандық түрі мұнай кен орындарының игерудің блоктық жүйелері бір қатарлы, үш қатарлы және 5 қатарлы түрлері бөлінеді. Дөңес құрылымдық суландыру кезінде айдау ұңғылар қатары құрылымының күмбезінде не соған жақын орналасады. Егер кеніш өлшемі тиімділіктен жоғары болса, оны нұсқа сыртылықпен біріктіреді.
Дөңес құрылымдық суландыру өстік, сақиналы, орталық болып бөлінеді. Өстік су айдау ұңғымаларын құрылымның ұзын өсінің бойымен орналастыру арқылы қабатты қысымды ұстап тұруды көздейді. Орталық суландыру сақиналықтың бір түрі ретінде радиусы 200-300 метр шеңбердің бойымен 4 және 6 айдау ұңғымаларын орналастырылады. Ал оның ішінде бір немесе бірнеше өндіруші ұңғымалар орналасады. Ошақты суландыру қазіргі кезде суландырудың қосымша түрі ретінде қолданылады. Бұл қабаттың біртекті емес құрылымы мен линза түрлі сипатына байланысты мұнай қоры толық алынбаған жағдайда қолданылады. Ошақтар саны мұнайлық ауданының өлшемімен анықталады. Сонымен қатар кейбір жағдайларда нұсқалық және нұсқа сырты суландырумен біріктіре қолданылады. Алаңды суландыру мұнайдың барлық ауданы бойынша кеніштерге суды шашыратып айдаумен сипатталады. Олардың элемент құрудағы ұңғы нүкте санына байланысты 5, 7, 9 нүктелік және сызықты түрлері болады. Суландыру көрсеткіштері ығыстыру және қабатты сумен қамту коэффициенттерімен сипатталады. Бұл коэффициенттер мұнай тұтқырлығының ығыстырушы агенттің тұтқырлығына қатынасына, қабаттық біртектілігіне, кеуекті каналдар диаметріне, яғни өткізгіштікке, тау жынысының сулануына және қабаттың біркелкі еместігіне және таңдап алынған игеру жүйесіне байланысты. Қазіргі уақытта мұнай қабаттарын жоғарыда айтылған әртүрлі тәсілдермен суландыру, олардан мұнай алу мақсатында мұнай қабаттарына әсер етудің басты әдісі. Суландыру жоғары тиімді және экономикалық жағынан ақталған мұнай кен орындарын игеру әдісі болып саналады. Қазіргі уақытта су айдау кезінде қолданылатын негізгі жұмыс агенті. Әдістеменің тиімділігі өте жоғары, бірақ табиғи ресурстарды өндіру көрсеткіштерін жақсарту бойынша суландыруды жетілдіру іс-шаралары әлі де жүргізілуде. Бұл әдістің тиімділігі келесі танымалдық көрсеткіштерге байланысты. Судың үнемі қолжетімділігі, коммуникациялар құрылысының және айдау процесінің қарапайымдылығы мен жеңілділігі, өнімді қабаттарға судың жақсы ену қабілеті, сұйықтықты судан бөлу кезінде жеткілікті мұнай берушілік. Назарларыңызға рахмет, келесі дәріске өтеміз.